Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгін біз сендермен жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктердің қандай түрлері болады? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сендер өсімдіктің түрлерімен танысасыңдар. Адам қолымен өсірілетін өсімдіктер туралы білетін боласыңдар. Экранға назар аударайық. Айналамызда көптеген өсімдіктер түрлері өседі. Олардың әр қайсысы ерекше. Жасыл жапырақ жамылып, әдемі күйге енеді. Ыстық күнде ағаштың көлеңкесінде демалып, тәтті жемісін жегенге не жетсін? Сен осы өсімдіктердің қайсысын білесің? Оларды ата. Суреттегі өсімдіктерді қандай топтарға бөлуге болады? Олардың қандай пайдасы бар? Ендеше, осы туралы бейнероликке көңіл аударайық балалар. Мұқият қарап отырамыз. Ай мектеп. Бақшамыз жайқалып тұр. Иә, апамыз шөбін жылып, суарып қойыңдар деген еді. Қане кірісейік. Сәбізді шөбекке деп жұлып алдым, бірақ тамыры жұлынбап тұр. Қайта өсіп шығатын шығар? Дана, сәбіздің тамыры сәбіздің өзі. Сондықтан да оны жем тамыр деп атайды. Жем тамыр? Иә, жемісі тамырында дегенді білдіреді. Жем тамырлар қоректік заттардың жиналуынан жуандаған өсімдік тамыры. Мысалы, қызылша, картоп, шомыр, пияз. Бұлардың барлығы жем тамыр. Түсінікті. Қане, ағаштарды суарайық. Аға, қараңыз, мына ағаштың тамыры көрініп қапты. Топырағының үстіңгі қабатын су шайып кеткен ғой. Мынау ағаштың діңі, мынау бұтағы, мынау жапырағы, ал алма жемісі. Гүлі қайда? Ағаштар ерте көктемде гүлдейді. Гүлі түскен соң орнына жемісі шығады. Жемісінің ішінде дәні болады. Мына ит мұрынға қараңыз. Кейбір сабақтарында гүлдері, кейбірінде жемісі өсіп тұр. Өсімдіктер алуан түрлі болады ғой. Олардың мүшелері бір-бірінен ерекшеленіп тұрады. Өсімдіктерді ерекшеліктеріне қарай 3 топқа бөледі. Олар ағаштар, бұталар және шөптекті өсімдіктер. Ит мұрын бұта ғой. Дұрыс. Ит мұрын, бөрі қарақат, шырғанақ бұтаға жатады. Бұталардың да жемісі тәтті болады екен. Иә, тәтті. Тек қарақат, таңғурай бүлдіргеннің жемісін жидек деп атайды. Қоймадыңыз ғой. Не де болса, тәтті екен. Қайталайық. Өсімдік түрлері. Өсімдіктерді ерекшеліктеріне қарай 3 топқа бөледі. Олар ағаштар, бұталар, шөптекті өсімдіктер. Ит мұрын, бөрі қарақат, шырғанақ бұтаға жатады. Қызылша, картоп, шомыр, пияздың жемістері тамырында, сондықтан бұлардың барлығы жем тамыр. Жақсы балалар,
Видеороликтен байқағанымыздай, өсімдіктер биіктігіне, сыртқы түріне, ерекшелігіне қарай 3 топқа бөлінеді екен. Ағаштар діңі қатты, биік, жуан өсімдік. Табиғатта оттегі ауамен қамтамасыз етеді. Бұталар, бұтақтары жіңішке, ұсақ, аласа өсімдіктер. Бұталардың жемістерін жидек деп атайды екен. Және шөптер, сабағы жұмсақ, әрі жіңішке өсімдік. Өсімдіктердің өспейтін жері жоқ. Олар суда да, тауда, құмды шөлде де өседі. Өсімдіктердің бір-біріне ұқсастығы, өсімдіктердің барлығы да күннің көзін жақсы көреді, өседі, өнеді, қоректенеді. Балалар, жұмыс дәптеріміздің 5-ші бетін ашайық. Бұл жерде сендерге өсімдіктердің суреттері берілген. Осы суреттегі өсімдіктің қай топқа жататынын тап. Суреттерді дұрыс атауымен сәйкестендіріп қос. Қолымызға кез келген түсті қаламды алып, астындағы өсімдіктің атауымен суретті сәйкестендіріп қосамыз. Кәнекей бастаймыз. Енді дұрыс жауабымен тексерейік. Жарайсыңдар балалар. Сендер де осы дұрыс жауаппен сәйкес келді деп ойлаймын. Балалар, білімімізді тексеру үшін тест сұрақтарына жауап беріп көрейік. Ойынды бастаймыз. Бейнефильм қандай тақырыпта арналғанын көрсетіңіз. Өсімдік түрлері туралы. Өсімдіктің жер астындағы мүшесі. Жарайсыңдар, тамыр. Өсімдіктерді неше топқа біріктіретінін көрсетіңіз. 3 топқа біріктіреміз. Жем тамырды көрсетіңіз. Әрине, сәбіз. Бұтаға жататын өсімдіктерді көрсетіңіз. Итмұрын, бөрі қарақат. Ағаштың тамырға жалғасқан бөлігін көрсетіңіз. Дің. Ағаштың дәні бар бөлігін көрсетіңіз. Жарайсыңдар, жеміс. Жемісі жидек деп аталатын өсімдіктерді көрсетіңіз. Қарақат, таңқурай, бүлдірген. Алан мен дананың бейнефильмдегі әрекетін көрсетіңіз. Жарайсың, арамшөп, жылды. Ағаштардың гүлдейтін уақытын көрсетіңіз. Көктем. Жарайсыңдар балалар, сендер өздеріңнің зеректіктеріңді көрсеттіңдер. Балалар, өсімдіктер өсу ортасына қарай мәдени және жабайы болып екіге бөлінеді. Мәдени өсімдіктер адам өз қолмен өсіретін өсімдіктер, ал жабайы өсімдіктер ешкім өсірмейтін, өздігінен өсетін өсімдіктер болып саналады. Адам мәдени өсімдіктерге күтім жасап, олар адамға жемісін береді. Олар аулада, бақшада өседі. Ал жабайы өсімдіктер күтімді қажет етпейді. Орманда, шалғында, далада өседі. Осы мәдени өсімдіктер туралы өзіміздің білімімізді пысықтау үшін жұмыс дәптерімізді ашайық. Өсімдіктер мен олардың атауларын бір-бірімен байланыстырып қос. Бастаймыз. Дұрыс жауаппен тексереміз. Енді балалар, сендер өз беттеріңше
Тек қана мәдени өсімдіктерді бояп алыңдар. Мәдени өсімдіктер бұл жерде алма, орамжапырақ, картоп, қызылша, сәбіз және пияз. Балалар, мәдени өсімдіктердің ішінде дәнді дақылдар да болады. Олар арнайы егістіктерде егіледі. Бидай, арпа, қара бидай, сұлы дәндерінен ұн жасалады. Көкөніс жемістер дәруменге өте бай. Күнделікті тағам ретінде пайдаланамыз. Өсімдіктерден дәрі-дәрмек, бояу, май алынады. Сондықтан өсімдіктер дүниесін сақтау, қорғау әрқайсымыздың парызымыз болып саналады. Балалар, бүгінгі сабақта өсімдіктер туралы алған мәліметтерің пайдалы әрі сендерге қызықты болды деп ойлаймын. Сендерге бүгінгі сабағымыз ұнады ма? Ендеше, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.